Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай жілік майын духовкаға пісіріп алдым, және де оның жанына чеснокты нанды дайындадым. Бұл жілік майын дайындаудың артықшылықтары: ең алдымен арзанға түседі. Мен килограммын 500 теңгеден алдым бұл сүйектердің. Өздері кесіліп дайын тұрады. Екіншіден, бұның жасалуы өте оңай. Үшіншіден, дәмі өте дәмді. Осындай жейтін жілік майын жақсы көретіндер үшін таптырмас рецепт. Осы жілік майларымыздың ішіне тұзымызды, бұрышымызды, қызыл бұрыш, қара бұрыш, өз қалауларыңыз бойынша зира да қосып, зираны әр жілік майға бір-бірден салып жіберсеңіздер, алды-артымен дәмі мощный шығады, енді керемет болады. Осылай бәрін салып болғаннан кейін үстіп фольгаға орап шығамыз. Одан кейін барып духовкаға, қызып тұрған духовкаға 180 градуста жарты сағатқа салып аламыз. Міне жарты сағат өтіп шықты. Енді жілік майларымызды, яғни фольганы ашып қараймыз. Абайлап ашыңыздар, әйтпесе өте ыстық болып тұрады, яғни фольгада өзі ыстық болып тұрады, және де сүйектерді ұстаған кезде абай болыңыздар, ыстық болады. Үстіп ашып көрген кезде біздің жілік майымыздың түсі өзгеріп, майы шығады осылай. Осы жілік майымыздың пісуіне 5-10 минут қалған кезде біз нандарымызды турап, оның астыңғы полочкасына 5-10 минутқа, яғни сәл кішкене қытырлық болғанға шейін салып аламыз. Он минуттан кейін нандарымызды алып, осы нанның алдыңғы және артқы беттеріне осылай чесногымызды үйгеп шығамыз. Нандарыңызды духовкада ұзақ уақытқа ұстап қоймаңыздар. Яғни беті ғана, алдыңғы және артқы беттері ғана күтіліп болып тұрса болды. Ішкі қабырғасы қатты кеуіп кетудің қажеті жоқ. Бұл чесночный нандарды басқа да тамақтармен дайындасаңыздар болады. Яғни сорпамен, осындай сұйық тамақтармен күшті бірге екеуі сочетация етеді. Нандарымызды дайындап болғаннан кейін духовкадағы жілік майларымызды алып, фольгасынан ажыратып, тарелкаларымызға салып аламыз. Міне біздің жілік майларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Егер де менің осы видеом сіздерге ұнаса, осы видеома лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер.